Сәлеметсіздер ме, балалар? Әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы ата-баба тәрбиесі. Бүгінгі сабақтың мақсаты өздерінің идеяларын, өз пікірлерін, сезімдерін, көзқарастарын түсіндіруге, өмірдегі оқиғалар мен материалдардағы ұқсастықты салыстыру. Шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, теріп оқу және шапшаң оқу. Бүгін сабақта мәтінді түсініп оқисыңдар, өмірдегі оқиғалар мен мәтіндегі ұқсастықты салыстырасыңдар. Алдымен өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабақта біз Әйтеке шешен жайлы оқыған болатынбыз. Ендеше мына сұраққа жауап беріңдер. Әйтеке бидің Құрманбек биге айтқан шешендік сөзі. Дұрыс айтасыңдар. Әйтеке би: бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін. Батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін. Бай болып, елге пайдаң тимесе, батыр болып, жауға найзаң тимесе, елден бөлек үйің күйсін деген екен. Бүгін сабақта балалар Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» мәтінін оқимыз. Есімізге түсіріп көрейікші, кішкентай Бауыржанға әкесі әдеп туралы қандай ескерту жасап еді? Иә, балалар, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сүйтеді деген екен. Ал енді балалар, экранға назар аударайық. Бауыржан Момышұлының қысқаша өмір баянын тыңдайық. Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, көрнекті жазушы Бауыржан Момышұлы қазіргі Жамбыл облысының Жуалы ауданында 1910 жылы туған. 13 жасқа дейін ауылда, одан соң интернатта білім алып тәрбиеленген. 1932 жылы әскер қатарына алынады. Әскерден оралған соң қаржы орындарында жұмыс істейді. 1936 жылы әскерге қайта шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде командирлік қызмет атқарады. Бауыржан Момышұлы әскери педагогика мен әскери психологияны байытушы баға жетпес мұра қалдырған дара тұлға. Ол шығармаларын қазақ, орыс тілдерінде жазған. Шығармаларының тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жауынгерлердің ерлік тұлғасын жан-жақты суреттеу болып келетін Бауыржан қазақ әдебиетінде әскери проза жанрының негізін қалаушы. Жазушының 1962 жылы жазылған «Офицер жазбалары», 1963 жылы жазылған «Артымызда Москва», генерал Панфилов тұлғасын айшықтауға арналған. 1965 жылы жазылған генерал Панфилов шығармаларымен қатар «Куб әсерлері», «Жонарқа» атты 2 томдық шығармалар жинағы, «Соғыс психологиясы», «Қанмен жазылған кітап» тағы басқа туындылар бар. 1976 жылы өз өскен ордасын баяндайтын мемуарлық «Ұшқан ұя» романы үшін жазушы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Ендеше атамыздың өз өмірі жайлы жазған повесінен үзіндімен танысамыз. «Ұшқан ұя» тек бір адамның өмірі емес, ол бір ұлттың тәрбие мектебі. Повес оқырманды ата-ананы құрметтеуге, үлкен сөзін тыңдауға, туған жерді сүюге, адал болуға тәрбиелейді. Енді оқулықтың 55-ші бетін ашып, «Ұшқан ұя» мәтінін менімен бірге түсініп оқиық. Ұшқан ұя. Менің бабам Имаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанары сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Балалар, енді қалған мәтінді түсініп, жалғастырып оқимыз. Оқып болған соң, мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Балалар, тапсырмаларды орындау барысында дескрипторлар арқылы өзімізді бағалап отырамыз. Бірінші тапсырманы орындайық. Осы мәтінде мағынасы түсініксіз болып тұрған таныс емес сөздер бар ма? Ендеше осы сөздердің мағынасын ашып көрейік. Құда түсіп, қыз алып беру. Бата жөні өзіңдікі. Батаны өзің бергенің жөн. Шіл болма. Бұл жерде кішкентай, дәрменсіз құс сияқты болма деген мағынада. Тапсырманың барлығын дұрыс орындапсыңдар, жарайсыңдар. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Мәтіннен жазушының отбасы мүшелеріне деген қандай сезімдерін байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Жазушы өз отбасы мүшелеріне ерекше құрметпен қараған. Екінші сұрақ.
Жазушы сәбидің дүниеге келуіне байланысты ұлттық дәстүрлердің қайсысын еске алған? Тамаша, жарайсыңдар. Жазушы сәбидің дүниеге келуіне байланысты бата беру салтын еске алған. Келесі тапсырма ойын түрінде өтеді. Суретке қарап, бата түрлерін сәйкестендіру керек. Енді жұбын-тап ойынын ойнайық. Бата түрлерін суретке қарап сәйкестендіреміз. Дастархан батасы, жол батасы, балаға бата. Енді тексеріп көрейік. Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар. Балалар, батаның бірнеше түрі бар. Әрқайсысы айтылатын жағдайына қарай бөлінеді. Міне кең тараған бата түрлері. Бірінші, балаға берілетін бата. Баланың тұсаукесері, сүндет тойы, мектепке баруы сияқты сәттерде айтылады. Мысалы, өсер елдің баласы бол, ел жұртына жағасы бол. Екінші, жол батасы. Сапарға шығатын адамға аман-есен барып келуін тілеп беріледі. Ақ жол сәтті сапар болсын, қанатың талмасын, жолың болсын деген сияқты. Үшінші, ас батасы. Тамақ ішіп болған соң айтылатын ризашылық батасы. Берекелі болсын асың, төгіліп тұрсын ырысың. Төртінші, той батасы. Үйлену тойында мерекелерде берілетін бата. Ұл қыздарың көп болсын, төріңнен бақ кетпесін. Бесінші, наурыз батасы. Көктемгі жаңару, наурыз мейрамында берілетін тілек. Жыл басы жақсылықпен келсін, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болсын. Алтыншы, нағыз ақ баталар. Үлкен кісілердің, ақсақалдардың айтатын терең мазмұнды өмірлік өсиетке толы баталары. Ал енді балалар, экранға назар аударайық. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным. Қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным. Ата тілегі оң еді, құмары болсын құлыным. Бұл жер батырлар төреді, сыңары болсын құлыным. Әумин. Балалар, алдында тамашалаған бейнебаяндағы бата, батаның қай түріне жатады? Ал күнделікті үйде бізде қандай бата беріледі, балалар? Дастарханға берілген бата. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Үзіндіні үшінші жақта өзгертіп оқы. Момыш әкемнің айтуынша, мен 1910 жылдың қысында ескіше желтоқсанның 24-інде туыппын. Әкем ол күні Әулиеата шаһарында екен. Мен туған соң Имаш бабам жан-жаққа кісі шаптырып, әкеме де хабаршы жіберіпті. Балалар, дескрипторға назар аударайық. Егер үзіндіні үшінші жақта өзгертіп дұрыс оқысақ, екі ұпай аламыз. Тапсырманы орындап болсақ, енді дұрыс жауабына назар аударайық. Момыш әкесінің айтуынша, ол 1910 жылдың қысында ескіше желтоқсанның 24-інде дүниеге келген. Әкесі ол күні Әулиеата шаһарында болған. Ол туған соң Имаш бабасы жан-жаққа кісі шаптырып, әкесіне де хабаршы жіберген. Жарайсыңдар, балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Оқулығымыздан Имаш атаның сәбидің өмірге келгеніне 2 ай болғанда берген батасын оқып жатқа айтып көрейік. Ал енді дұрыс жауабын тыңдап көрейік. Құрық деп берсем, құл болма. Шыбық деп берсем, шіл болма. Бәрінен де шырағым, баяны жоқ, ұл болма. Балалар, осымен сабағымызды қорытындылайық. Имаш атаның бала Бауыржанға берген батасы жай ғана бата тілек емес, болашақты болжай білген дана қарияның жүрек сөзі. Сол бата толық орындалды. Бауыржан Момышұлы батыр, қайраткер, жазушы, ұлттың рухани тірегі болды. Ата-бабамыз ұрпағын бата беру арқылы тәрбиелеген. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.